Сәлем достар. Бүгін тамақ емес, бүгін сол кухняның стенасын деп жатырмын. Ең қызығы арзан вариант, ротбондпен жасайын. Сол қалай болып шығады екен деп, сіздермен бөлісейін деп. Көресіздер алдағы уақытта, қазіргі уақытта жарды грунтовкамен жасап шықтым. Сосын сызып шықтым. Енді өзім әркім өзінің идеясын, өзінің фантазиясына қарай сызып, полный стенаны сызып, полный жасап, бірақ мен мынандай кусок қылып дайындап қойдым. Бумажный скотчпен 3-ке бөліп қойдым бір стенаны. Осы жерге жасайтын болам. Қазір көреміз қалай болатын. Міне ротбондтың өзі әлі сырланбады. Мынаны кәдімгі ыдыс жуатын губкамен жасадым. Яғни ротбондқа батып, сұйығына үстінен басып түгел басып шығып, кейін үстінен қолдан мынандай қолдан жасадым. Қаңылтырдан кесіп үйде жатқан подмаяктың қалдығы еді, содан жасадым. Мынандай қылып тырна қылып жасап, осындай қылып сыздым егер керек болса осындай. Енді сырлап мына жағы қалды, енді екеуі астын жасап қойдым. Міне сырлау жұмыстары бітті. Әскілеп болдық. Енді жан-жағына калтелін жабыстыру қалды енді. Сырлау жұмыстары бітті. Сұрменен ақ кисточкамен жасадым сырды. Аққа да сырға да мына блесканы қостым. Камераға көрінбей тұрған шығар, бірақ көзге мына жарыққа шағылысып, күндіз терезеден түскен жарыққа шағылысып, түнде үйдің жарығына шағылысып кішкене. Сырға көбірек қостым. Енді әркім өзі білет қанша қосқысы келсе. Міне бүгін декоративный штукатуркамыз бітті. Вот. Соңғы жұмыс молнияның болды салған. Қалай болып шықты екен? Өз ойларыңызды жаза кетіңіздер.